Тараз қаласында заңғар жазушы, ғалым, ұстаз, драматург Мұхтар Әуезовтің 25 жылдығына орай ғылыми конференция өтті. Іс-шара жазушы шығармашылық тақырыбына және мазмұнын меңгеру, өскелең ұрпақты көркем әдебиетке баулу мақсатында ұйымдастырылған. Толығырақ Шалғас Орынбасардың материалында. Әлем таныған Әуезовтің саңғыры бар. Конференцияда сол туралы жан-жақты айтылды. Спикерлер жазушының өмірі мен еңбектерін айшықтайтын баяндамаларын конференция қатысушыларының назарына ұсынып, көп жерде айтыла бермейтін деректі дәйектермен бөлісті. Елдік есімнің болмысына айналған жазушы, драматург, публицист Мұхтар Әуезовтің туғанына 125 жыл толуына орай ұйымдастырылып отырған әлем таныған Әуезов конференциясы тек қана Шоқан Уәлиханов кітапханасының ғана оқырмандарына емес, сонымен қатар өңіріміздегі жалпы биылғы Әуезовтің мерейтойына орай ұйымдастырып отырған үлкен бір іс-шаралардың ауқымдысы деп айтуға болады. Сондай-ақ Мұхтар Әуезовтің туындылары мен өмір жолы жайлы да кеңінен айтылды. Заманының заңғар жазушысы шығармаларындағы ұлттық құндылықтар мен салт-дәстүрлер туралы ерекше суреттеген, ал драматургия бағытындағы қосқан үлесі өз алдына бір төбе. Мынау облыстық кітапханада өткізіп жатқан іс-шараның үлкен маңызы бар екенін біз сезініп отырмыз. Неге десеңіздер, биыл өзі бір қазақ әдебиеті мен мәдениетінде, рухани әлемінде үлкен өшпес қалдырған бірнеше тұлғаның мерейтойы. Соның ішіндегі мен айтқан болар едім, аса бір ғұламасы, солардың ішіндегі мына біздің қазақтың әдебиетінің әлемдік деңгейге көтеруге бірден бір себеп болған Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің 125 жылдығы. Біз бүгін Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық кітапханасына әлем таныған Әуезов атты оқырмандар конференциясына келдік. Конференцияда тілші ғалымдар, Әуезов танушылар Әуезов өмірінен қызықты мәліметтер берді. Конференция маған Әуезовтың Абай жолы атты шығармасын толық тануға жігер берді. Өскелең ұрпақтың рухани азығы болса кемелдікке бастайды. Конференцияға жиылғандар осы бағытта айтылған 90 тары ойда бір арнаға тоғыстырып, нақты істерді қолға алуға ниетті. Жалғас Орынбасар, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.